Соңғы айларда әлем экономикалары қиындықты бастан кешіріп келе жатқаны мәлім. Бұл жағдай геосаясатқа, соның ішінде ақш жаңа билігінің салық саясатындағы шешімдеріне байланысты болды. Жай мемлекеттерді айтпағанның өзінде осының өзі небір мен деген экономикаларды шайқалтып жіберді. Алып экономика болып саналатын Қытай әрі-сәрі күй кешіп, ақшқа қарсы әрекет қолданды. Яғни ақш пен Қытай кедендік баж салығы жөнінен бір-бірін жазалауға көшті. Бүкіл әлемнің экономикалары ақш пен Қытайға қандай да бір деңгейде байланысты десек, бұл ахуал өзге елдердің бәріне жайсыз тигені түсінікті. Бағалар өсті, тауарлардың қалыпты логистикасы бұзылды. Бір жақсысы, ақш пен Қытай осының соңы жақсылыққа алып бармайтынын түсінген сияқты. Қазір тоң жібіді, енді бәрі қалпына түссе керек. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы. ақш енгізген салық саясатының салдарынан әлемнің едәуір бөлігіндегі қор нарықтарында акцияның құны құлдырады. Доллар бағамы ойнамалы болды. Биткойнның бағасы төмендеді. Мұнай арзандап, алтын қымбаттап кетті. Бұл жағдай өзге елдердің қатарында Қазақстанға да жайсыз тиді. Бізге мұнайдың бағасы түспегені және тұрақты болғаны керек. Бұлай кете берсе, көптеген елдің экономикасы зардап шегетіні белгілі. Қытай мен ақштың өздеріне де оңай тимейтін ахуал. Қытай тауарлары мен қызметтері және инвестициялары дүние жүзіне, соның ішінде Америкаға да кең тарап кеткенін ескерсек, баж салығынан Бейжің орасан көп зардап шегеді. Қытай бас болып, өзге елдерде ақш экспортына кедендік тарифті жоғарылатты. Оның үстіне қор биржаларындағы акция құнының құлдырауынан жер жүзіндегі миллиардер атаулының бәрі көп қаржы жоғалтуда. Бірінші кезекте ақш миллиардерлері орасан қомақты қаржыларынан айырылды. Ал миллиардерлер экономиканың тірегі екені түсінікті. Осындай себептермен ең ірі экономикалар ақш пен Қытай ақылға келді. Мұнда Қытайдың рөлі басым болды деп жатыр. Осыдан бірер күн бұрын Америка мен Қытайдың ресми өкілдері Женевада саудаға қатысты 2 күндік келіссөз жүргізді. Одан шыққан америкалық шенеуніктер келіссөздердің сәтті өткенін мәлімдеді. Олардың айтуынша әлем экономикасына айтарлықтай әсер ететін келісім қабылданды. Мұны ақш пен Қытай арасы қайтадан жылыды деп қабылдауға болады. Енді ақш пен Қытай арасындағы сауда келіссөздері нарыққа әсер етіп, акция, доллар және биткойн бағасы көтеріліп, мұнай құны тұрақтады. Алтын қайтадан арзандап жатыр. Құрама Штаттар мен Қытай арасындағы өте маңызды сауда келіссөздері сәтті өткен қуана хабарлаймын, деді ақш қаржы министрі Скотт Бессент Женевадағы брифингте. Бір ай бұрын президент Дональд Трамп Қытай тауарларына баж салығын 145%-ға дейін көтерген еді. Содан кейін Қытай америкалық тауарға сауда салығын 125%-ға шығарған. Әлемнің екі ірі экономикасы арасындағы текетірес нарыққа кері әсер етті. Мұны сарапшылар ақш пен Қытай арасындағы сауда соғысы деп атаған. Енді сол сауда соғысы тоқтап жатыр. Америка мен Қытай сауда келіссөздеріне отырғаннан кейін акциялар мен доллар, сонымен бірге биткойн бағасы көтерілді. Бұған қоса осыған дейін қайта қымбаттай берген алтын арзандай бастады. Ал мұнайдың бағасы тұрақтады. ақш пен Қытай арасындағы сауда соғысы тоқтағаны айналадағы соғыстарға да оң әсерін тигізді. Яғни геосаяси жағдайда тұрақтанып жатыр. Үндістан мен Пәкістан атысты доғарды. Екі ел келіссөздер үстеліне отырған күні 10 мамырда криптовалюта құны бірден көтеріліп, биткойн $105,000-ға дейін жеткен. Осындай жақсы оқиғалар тізбегі болып жатыр. Бұл жағдай біздің геосаясатымызға да, экономикамызға да оң әсерін тигізетіні сөзсіз. Бір айта кетерлігі, мұнай экспортымен айналысатын елдердің ОПЕК ұйымы Қазақстанға мұнай экспортын ұлғайтпау талабын қойып отырады екен. Соның әсері болар. Мамыр айында біздің мұнай экспортымыз аздап болса да азайды.
Каспий құбыр желісі консорциумы мамыр айында Қара теңіз арқылы тәулігіне 1,5 миллион баррель шикі мұнай экспорттап жатыр. Өткен сәуір айында тәулігіне 1,6 миллион баррель экспортталған. Қазақстанда өндірілетін мұнайдың 80% осы мұнай құбыр арқылы шетелге экспортталады. Соған қарағанда Қазақстан мамырда мұнай өндірісін азайтқан болуы мүмкін. Осы таяуда Қазақстан энергетика министрлігі әлем нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін ОПЕК алдындағы міндеттерін орындауға мүдделіміз деген. Мамыр айында CPC Blend маркалы мұнай экспортының көлемі сәуірге қарағанда шамамен 6%-ға кеміді. ОПЕК былтырдан бері Қазақстаннан мұнай квотасын сақтауды талап етіп келеді. Қалай дегенде де оң өзгерістердің басталғаны олжа болып тұр. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.